Мөлдір? Тұршан? Сәлем. Қалайсың? Жақсы. Сені көрем деп ойламаппын да. Отыр. Отырайын? Отыр. Өзің дым өзгермепсің. Ой, қош, қартайып барам. Ой, сен қартайсаң, бізді уже давно қарттар үйіне өткізіп тастау керек шығар. Өзің қалайсың? Үй іші, бала-шаға. Балаларың мектепке баратын шығар уже. Қайдағы? Әлі үйленген жоқпын. Вот зато класстастардың балдары мектепке барып жүр. Кентіп, тезірек үйленбейсің ба? А то тойыңда дружок қалмайды ғой. Оған дейін класстастардың балдары өсіп қалар. Оны қойшы. Өзің қалайсың? Мен өкінішке орай ажырасып кеттім. Позор болған ғой. Позор болып ажырасқан ол қыз досым. Күніге арашып келе дегенде ұра береді, тебе береді. Бүгін кинода көрген істеген ғой. Ей, ондай таяққа айналайын баяғы зераларында шыдамайды. Оның үстіне ата-енеммен де сыйысу қиын болды. Қанша бөлек шығайық десем де тыңдамады. Одан сайын ашуланатын. Енесі. Кобра ғой кәдімгі. Ойбай, кобра ғой, кобра. Ей, 30-дан асқан баласын жан алып жатады дейді. Мөлдір бала көтермеді, бала тумады деп. Күйеуің шешеңнің жанында жатса, қалай бала туады ол? Кешір, білмедім. Жоған бәрі дұрыс. Арамызда бала болмай, осылай дұрыс болады деп шештік. Жоқ, не үшін мен Мөлдірмен айырылысып кетіп жүрмін? Не себепті басқа біреуге күйеуге шыққан? Мен қаяқтан білейін? Не мені бір өсек жидеп пең? Әншек, 4 елім қайталайсаш тағы да? Пиза мені алдап отырсың ба сонда? Құрты мен. Короче, ол былай болған. Айтпақшы, кеше қыздармен клубқа бардым. Арсенді көрдім. Өзі бір түрлі мені танымай тұр. По-моему, мас болды. Жоқ, мас емес. Сені танымағанның негізі басқа себебі бар. Ой, қош, Тұршан, Арсен жақтай бермеші. Шын айтам, ол Алматыда болған кезде оны машинаға қағып кеткен. Сөйтіп ол есін толықтай жоғалтып алған. Тіпті ата-анасын да танымай қалған екен. Бір жағынан бәрін ұмытқан дұрыс шығар. А может, сен онымен жолығып көресің, а? Сені көрсе бірдеңе есіне түсер. Тұршан, қойшы. Бәрін басынан бастап бізді татуластырудың қажеті жоқ. Болды, бәрі бітті. Тем более менің ажырасқан деген атым бар. Ертең ел жұрт не дейді? А маған бәрібір. Не бәрібір? Бәрібір сен менің досым болып қаласың деген ма? Барлық жігіттер сен сияқты болса ғой. Адал, кең пейілді, ақ көңіл. Кез келген қыздың армансың ғой. Қош. Сендей досым барына қатты қуанам. Ладно, досым, мен кеттім. Қайда? Подругамен жолығуым керек. Жарайды. Онда кездескенше? Я. Сау бол. Пока. Пока. Мал! Мен сен сүйем деген үш-ақ сөз, сол айтамай тұрсың ба? Не? Шөт төлейсіз бе? Мә, сдачаның қажет жоқ. Аға, мұнда 10 теңге жетпейді ғой. Аға!